біздің ауылда бір оқиға болып, әкесі мен анасы қайтыс болған бір шаңырақ болып, сонда 5 апалы сіңілі қыздар жетім қалған болатын. Әке-шешем сол 5 жетім қыз баланы алатын кезде нағыз тоқырау заман басталып кетіп еді. Аудан әкімі де жаңағы бұлай болмайды, біз сізге бере алмаймыз. Енді тіпті алғыңыз келсе біреуін алыңыз, қалған 4-ін қазір бөліп берейік деген кезде әкем бұл саған мал емес бөліп беретін. Барлығы бір жерде өссін деп ақыры қоярды қоймай жүріп алды. Сол кезде ауылдағы адамдардың біразы күлген болатын. Ертең байқа, нан таппай тереземізді тықылдатып көше кезіп кетіп жүрме деп әкеме күлді. Біз жаңағы бұл қыздарды тамыз айында алдық. Қыркүйек айына қарай ма, қараша айына қарай ма, апыл-ғұпыл келіп, Қанат Кенжебек деген ағайынды 2 азамат келіп біздің ауылға диірмен салды. Сол күндердің бір күні жаңағы ағайынды жігіттің үлкені келіп әкемізге осындай бір 5 жетім баланы асырап алды деп естідік. Сол рас па, соны білейін деп келдім деді. Сол кезде әкем болған жағдай бар, міне жуырда ғана қалдық деп еді. Бүгіннен бастап сіздердің ішіп жемдеріңіз, нандарыңыз менің мойнымда болсын деді. Сөйтіп үлкен бір бөлмеміз бар еді. Сол бөлмені, яғни полынан потологына дейін, төбеге дейін онды үйді де тастады. Және ай сайын 6 қаптан тегін берем деді. Сөйтіп енді бір қызығы, бізге күлген адамдар әлі есімде 5 литрлік капрон шелекпен келіп біздің үйден ұн сұрайтын болды жаңа. Ұндарыңыз бар ма деп. Екінші бұдан алатын ғибрат, біздер осы балаларды алған кезде бір айға толар толмаста осы диірмен ашылды. Біз көшіп кеткеннен кейін бір айға толар толмастан кейін диірмен жабылды. Яғни Алла тағаланың осы 5 қызға деп өлшеп пішіп берген несібесі.